Ағылшын тілінің 11-ші сабағы. Біз осы сабақта басқа да сөйлемдерді жасап үйренейік. Біз алдыңғы сабақтарда мынандай сөйлемдер жасап үйренген болатынбыз. He is a student, she is a nice student, it is very good. Ол студент, ол жақсы студент, және ол өте жақсы. He ұлдарға пайдаланады, she қыздарға, ал it деген адамдардан басқа бүкіл зат есімге пайдаланылатын есімдік түрі. Енді he, she, it деген есімдіктің орнына, яғни үшінші жақтағы есімдікке басқа да сөздерді қоя аламыз. Мысалы, John is a nice student. John жақсы студент. Яғни John is a nice student дейміз. My brother is a doctor. Менің ағам доктор. Яғни мұнда he-дің орнына қойып тұрмыз. He is a doctor емес, my brother is a doctor. His father is a teacher. Оның әкесі мұғалім. He is a teacher деуге болады, болмаса his father is a teacher деп сипаттап сөйлемді жасаймыз. Келесі, мысалы, she-дің орнына басқа сөздерді қояйық. Sandra is a nice student. Сандра жақсы студент. My sister is a scientist. Менің тәтем ғалым. Her mother is very kind. Оның анасы өте мейірімді. Яғни барлығында she-ді қоюға болады, бірақ біз she емес, кәдімгідей сипаттап my sister, her mother деп айтамыз. Келесі, it is very good. It деген есімдіктің орнына зат есімдерді қояйық. Мысалы, the furniture is very good. Жиһаз өте жақсы. Snow is white. Қар аппақ. The sky is light blue. Аспан ашық көк. Ары қарай, мысалы, мына сөйлемді жалғастыруға болады. The sky is light blue and it is beautiful today. Аспан ашық көк және it is деп ары қарай мына аспанға қарай айтып тұрмыз. Бүгін today ол өте әдемі. Яғни бүгін аспан өте әдемі. It is beautiful today деп ары қарай сөйлемді жалғастыруға болады. Яғни it деп біз мына sky-ды нұсқап тұрмыз. Келесі, they деген есімдікті біз адамдарға да және заттарға да қолданамыз. They are good. Олар жақсы. They are interesting. Олар қызықты. Мысалы, мына they деген орнына мына сөйлемдерді жасап көрейік. Those people are good. Ана адамдар жақсы. My friends are amazing. Менің достарым керемет. My relatives are very close to each other. Бір-біріне деген сөз. Менің туысқандарым бір-біріне өте жақын. Ал мұндағы зайға басқа зат есімдерді қояйық, яғни адам емес, барлық зат есімдерді. Мысалы, the books are interesting. Кітаптар өте қызық. Кітаптар қызықты. Кітаптар, яғни they, олар болғандықтан біз are деген мына би деген етістіктің жіктелу түрін are дегенді қоямыз. Яғни the books is interesting емес, the book is interesting дейміз. Бір кітап болса, ал егер көп кітаптар қызықты десек, the books are interesting. The mountains of Kazakhstan are beautiful. Қазақстанның таулары, mountains, mountain емес, бір ғана тау емес, таулары әдемі. The lakes and the rivers are big in Kazakhstan. Қазақстанда көлдер мен өзендер үлкен. The eagles of Kazakhstan are huge. Қазақстан бүркіттері өте үлкен, өте көлемі үлкен. People of Kazakhstan are open-minded and very kind. Қазақстан адамдары өте ашық және өте мейірімді. Деп міне көпше түрде болса, яғни олар дейтін болсақ, біз are деп сөйлемді жасаймыз. Келесі мынандай сөйлемдер жасайық. He makes bread. Ол нан жасайды. Айдар makes bread десек болады, яғни ол деген есімдіктің орнына мынандай сөйлем жасасақ болады. Our teacher paints. Біздің мұғалім сурет салады. She makes a cake. Ол торт жасайды. Немесе she-дің орнына Айгүл makes a cake. Немесе she-дің орнына мысалы their teacher works in that school. Олардың мұғалімі ана мектепте жұмыс істейді деп жасасақ болады. It makes calculations. Ол есептеулер жасайды деген сөйлем. Яғни мына it деген есімдік орнына адамнан басқа бүкіл зат есімдерді қойсақ болады. The computer makes calculations. Компьютер есептеулерді жасайды. The mixer makes dough. Миксер қамырды жасайды, қамырды илейді.
Дәл солай, мысалы мынандай сөйлемдер жасасақ болады. The juice maker makes juices. Яғни мында етістіктер соңына s жалғауын жалғаймыз, өйткені біз үшінші жақта айтып тұрмыз. Сок шырын жасайтын машина шырындар жасайды. Қазақстан exports oil and imports clothes. Қазақстан мұнайды экспорттайды және киімдерді импорттайды, яғни киімдерді сырттан алып келеді. The Western Kazakhstan produces oil and gas. Батыс Қазақстан мұнай мен газ шығарады деп міне осындай сөйлемдер жасай аламыз. Көпше түрде жасайық. Олар деп, олар мысалы парти, кеш жасайды, бір кеш ұйымдастырады. Мысалы оны they деген есімдіктің орнына my friends make a party. Менің достарым кешті ұйымдастырады, кешті жасайды. Their relatives are inviting us for a party. Олардың туысқандары шақырып жатыр. Inviting кімді шақырып жатыр? Бізді. Не үшін? Мысалы, сонда бір кешке, тойға шақырып жатыр деп сөйлем жасай аламыз. Келесі, дәл осы they есімдіктің орнына басқа зат есімдер қойсақ болады. They make dough. Олар қамыр жасайды. The mixers make dough. Миксерлер қамырды илейді, жасайды. Немесе Central Asian countries produce raw materials. Орта Азия елдері countries шикізаттарды шығарады деп не осындай сөйлемдер жасаймыз. Келесі мына сөйлемдерге қарайық. Have етістігі бар болу деп аударылады. Егер біз бұл сөзді сөйлемде пайдалансақ, онда I have a bike, менде велосипед бар, немесе менің велосипедім бар. You have a bike, сенің велосипедің бар деп сөйлемде жасай аламыз. Ал енді ол дегенге келген кезде біз білеміз, етістік соңына s жалғау жалғану керек, бірақ have етістігінде s жалғау жалғанбай, бұл have етістігі міне has деген сөзге алмасады. He has a bike, оның велосипеді бар. She has a bike, оның велосипеді бар деп сөйлемде жасаймыз. Басқа да мысалдар жасайық осы етістікпен. He has a car, оның машинасы бар. She has a sewing machine, оның тігін машинасы бар. It has intellect, оның интеллектісі бар. Енді he, she, it деген есімдіктер орнына басқа да сөздерді қояйық. Мысалы, Азамат has a car, Азаматтың машинасы бар. My cousin has a scooter, менің туысқанымның, бөлемнің самокат, скутері бар. Немесе менің туысқанымда скутер бар деп те сөйлем жасасақ болады. She деген есімдік орнына, мысалы, Айнұр has a sewing machine, Айнұрдың тігін машинасы бар. Немесе my neighbor has a juice maker, менің көршімнің шырын жасайтын машинасы бар. Немесе менің көршімде шырын жасайтын машина бар деп сөйлем жасай аламыз. It деген орнына, мысалы, the robot has intellect, роботтың интеллектісі бар деп сөйлемде жасай аламыз. Түрде жасап көрейік. They have an apartment, олардың пәтері бар. Біз білеміз, олар деген келген кезде етістікке ешқандай жалғау жалғамаймыз. Дәл солай, олар деген есімдіктің орнына my relatives have an apartment, менің туысқандарымның пәтері бар деп айта аламыз. They have programs, олардың программалары бар. Олар деген орнына the computers have programs деп сөйлем жасай аламыз. Компьютердің программалары бар. Немесе компьютерлердің программалары бар деп айта аламыз. Үйренетініміз орманда ағаш бар деп қалай айтамыз? Егер біз the forest has a tree десек, онда бұл сөйлем былай аударылады. Орманның ағашы бар. Has деген иелік ету деген сөз, яғни бар болу, орманда бар болу, бірақ иелік ету деген мағынада. Орманның ағашы бар деген сөйлем болады. Ал орманның ағашы бар деген сөйлем ыңғайсыз. Бізге мысалы бір шығарма жазғанда бұлай емес, керісінше орманда ағаш бар, орманда аңдар бар деген сөйлем жасау қажет. Ол үшін көмекке бізге there is және there are деген сөздер келеді, сөз тіркестері. Мысалы, орманда ағаш бар деу үшін біз былай жасаймыз. There is a tree in the forest. Орманда, in the forest, да де жалғауын жасап тұр. Орманда ағаш бар. There is деген бар деп аударылады. Немесе there деген сөздің өзі аудармасы ана жерде деген сөз. Яғни ана жерде бар деген аударма болады. Мысалы, басқа да сөйлемдер жасайық. Мысалы, there is a house in the forest. Орманда үй бар.
енді егер көпше түрде жасайтын болсақ, онда there are дейміз. Мысалы, there are big houses in New York. Нью-Йоркта үлкен биік үйлер бар. There are wolves in the forest. Орманда қасқырлар бар деп, міне осындай there is, there are арқылы сөйлемдерді жасаймыз. Әрине, мына жерде мысалы былай да жасауға болады. New York has big houses деп. Нью-Йорктың үлкен үйлері бар. Нью-Йорктың үйлері бар. Ал there are big houses in New York деген Нью-Йоркта үлкен үйлер бар, биік үйлер бар деп, міне сөйлем осындай болады. Ал егер there деген сөздің өзі жеке қолданылса, онда бұл ана жерде деп аударылады. Мысалы, here осы жерде болса, there деген ана жерде деген сөз. Ал there is, there are ол мүлдем басқаша мағына беретін сөз тіркесі болып табылады. Мысалы, there, here мен мысал жасайық. Jane sits here. Jane осы жерде отырады. Ал Jane sits there десек те болады. Jane ана жерде отырады. Дәл солай басқа сөйлемдер жасайық. Our guests sit here, sit there. Біздің қонақтар осы жерде отырады, ана жерде отырады. You can find a good supermarket here in the city. Сен осы қалада жақсы дүкен, супермаркет таба аласың. Яғни here in the city осы жерде, осы қалада жақсы супермаркет таба аласың. You can find a good restaurant there. Сен ана жерде жақсы ресторан таба аласың. Деп, міне there, here деген сөзді ана жерде, осы жерде деп пайдаланамыз. Ал егер орманда ағаш бар, Нью-Йоркта үлкен үйлер бар, орманда қасқырлар бар дейтін болсақ, онда біз міне there is және there are сөз тіркестерін пайдаланамыз.